Құрметті ағайын, астарыңыз дәмді болсын. Енді мына үлкен астың үстінде тойдың соңына қарай ол қыздары немерелері сөйлесе, біраз қайтып кетеді, біраз асығып отырады. Төрт көзіміз түгел жиналып отырған кезде, рұқсат болса, Асия анамыздың бұл өмірдегі байлықтарын ортаға шақырайық. Нау, ол қыздар алдымызда сөйлеп қой деген өкпіренші болмасын, құрметті ағайын. Анасына айтар тілек лебізі, балдай тәтті немерелерінің сыйлығы бар екен. Ендеше Асия анамыздың бауыреті балаларынан тараған немерелері мен ұл қыздары келіні. Маэстро, той иелері. Хоп! Кеу балдары. Хоп! Рахмет. Енді құрметті ағайын, бірі таниды, бірі танымайды, рұқсат болса, бір-бір айтып өттейін мінеке. Рахымжан күйеу баласы, Сандуғаш, Нұрбол, Жанерке, Олжас, Данагүл, және де Сұлтан Жансая, Мұрат Алтынай, сіздерде келіңіздер, Нұрсұлтан Гаухар, және де бүгінгі балдай тәтті немерелер, Жалғас, Әділжан бастаған барша немерелер. Ал құрметті қауым, мына менің аяулы анамды сыйлап келгендеріңізге алғысым шексіз, басым деймін. Рахмет алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Алладан кейінгі, пайғамбардан кейінгі аяулы анашым, бүгінгі келіп жеткен 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Дүниедегі бар жақсылықты тілеймін сізге. Алланың нұрын, пайғамбардың шапағатын тілеймін сізге. Осы бізді өсіріп, жеткізіп, бағып бергеніңіз үшін алғысым шексіз сізге де. Рахмет, мың алғыс сізге. Күліп ойнап, немере шөберенің ортасында балдай болып жүріңіз, анашым. Айқа бермаңыз, бір қараты болайық. Құрметті ағайын, ол қыздары немерелер сөйлеп атыр, бес олмей. Асия анамызға, апамызға қошемет, шапалағын аямашы ағайын. Ол өсіріп қыз берген айналайын сіздерден, қуанышың құтты болсын ағайын. Ол өсіріп қыз берген айналайын сіздерден, қуанышың құтты болсын құдалар. Күміс құмған ай, құмған күміс ай, осындайда шапалақты ұрған дұрыс ай. Бар болыңдар ай, нар болыңдар ай, жүзге жетіп кемпір менен шал болыңдар ай. Ал, назар, ай, бері емес, тілек тыңдаймыз, қызау, отырыңыз. Ал, ары қарай кәнекей. Бірінші қыздар, жігіттер, күйеу балалар кәне. Мама, ал бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. 100 жасаңыз, осындай өбірлі-шүбірлі көп боп, осындай бала-шағаңыздың қызығына тоймай, әрдайым қуанышты, жүзіңіз жадырап жүре берсін. Биіктерден көріңіз, 100 жасаңыз. Мама, жаным, 60 жас тойыңыз құтты болсын. Ұзақ өмір сүріңіз. Әкем марқұм тірі болған кезде бәріміз жақсылап тойлайтын бедік. Ол кісі аунап жатқан шығар. Жаным, мама, денсаулығыңыз главна мықты болсын. Немереден шөбере сүйіңіз, қазір 12 немере. Аллаға шүкір. Енді шөбере сүйіңіз, немене, туажат, жекжат ары қарай. Сізді қимаймыз. Главна денсаулығыңыз мықты болсын. Біз сізді жақсы көреміз. Жаным анашым, мен сізді қатты жақсы көрем. Бүгінге жеткен туған күніңіз құтты болсын. 100 жасаңыз, ауырмаңыз, бақытты болып өйстіп ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Ал мама, туған күніңізбен сізге жақсылық тілеймін. Қайда болсаңыз да аман болыңыз. Бақытты болыңыз.
Анашым, туған күніңіз құтты болсын. Барлық осы мен анамды сыйлап келіп отырған қонақтардың барлығына алғысымды білдіремін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әр қашан осындай сұп-сұлу болып, красавица болып, жылдан жылға жасарып, арамызда күліп ойнап жүре беріңіз, ауырмаңыз, 100 жасаңыз. Олжас соңында сөйлейді ғой, өзінің баласы ғой. Бидейік, құрметті ағайын. Сөйлемеген жаңа күйеу балалардан алғаш тұңғыш күйеу баласы өтіп кетті, сізде айыпқа бұйырмаңыз. Ал мама, келіп келген осы 60 жасыңыз құтты болсын. Ешқашан ауырмаңыз. Денсаулығы мықты болсыңыз. Осы асырап өсірген қанша немереңіз бар, қызыңыз бар, Олжастай ұлыңыз бар. Соның қызығына тоймай, шөбере, шөпшек, немене ары қарай жалғасып кете берсін. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз. 60 жасыңыз құтты болсын. Керемет. Бір әншілік ұқсап айттыңыз. Кәдімгідей. Енді құрметті ағайын, басқа қыздары бір төбе, кенже тайы бір төбе. Асия анамыздың көзінің нұры, ұрпағының жалғасы, өмірінің мәні, ұлы мен келіні. Ендеше өздеріңізден бір ауыз тілек болсын. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді, лайым керегеңіз алтын, жүзіңіз жарқын болсын. Ал құрметті ағайын, өздеріңіздің ұлдарыңыз, Олжас бауырым, кәнекей. Ал тойға жиналған көпшілік қауым, мынау келгендеріңізге, қадамдарыңызға гүл бітсін, үйстіп алтындай уақыттарыңызды бөліп, анамызды сыйлап келгендеріңізге мың алғыс. Тойдан тойға жолға берейік. Ал анашым, 60 жасыңыз құтты болсын, 100 жасаңыз, қартаймаңыз, үйстіп арамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Ең бастысы денсаулық қой, денсаулығыңыз мықты болсын. Сіз аман жүргеніңіз бізге өте қатты қуаныш. Біз бәріміз сізді қатты жақсы көреміз. Үйстіп арамызда аман есен жүре беріңіз. Енді ұл қыздардың атынан алтын тақтық анамызға, және де 1 миллион теңгеге жазда кез келген шетелді өзіңіз таңдайсыз, шетелге путевка. Сәлеметсіздер ме көпшіл қауым. Ал мама, жүректі жарып шыққан әрбір ізгі тілектерге қосыламын. Туған күніңіз құтты болсын. Осы барлығымыздың басымызды қосып, бізге көзайым болып жүре беріңіз. Бар болайық, көбейе берейік. Барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын, тек қана қуанышта жинала берейік. Керемет. Ұл қыздар келіні, күйеу балалары болды, я. Құрметті ағайын, немере сүйген кісілер бар ма? Қолдарыңыз көтеріңіздерші. Немере сүйіп, шөбере сүйіп отырған кісілер. Ой, тамаша. Сол немерлеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіздер. Ал немерлеріңіз сіздердің пенсияларыңыздың қызығына тоймай жүре берсін. Енді Асия апасының ақ дегенде аузынан түсіп қалған балды айтатты немерлер. Әдемі. Кімдер қайда? Жалғастар. Үлкен келе беріңдер, кәнекей. Бір ауыз тілек. Әдеміден бастайық. Жігіттер, жаңа үлкен жігіттер немерлері, ол кісілері қызметте енді, кәнекей. Апа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, аспаныңыз ашық болсын, тек денсаулығыңыз мықты болсын, аман болып жүре беріңіз. Құрметті ағайын, енді мына жігітті бір таныстыратын болсам, апасының собственный өзінің немересі. Бұрын бізден сұрайтын. Әй, кім туды? Апам туды. Қайтып туды? Ақтүбі деп туды. Кейіннен білді ғой кім туған. Ендеше сол апасының ақ дегенде аузынан түсіп қалған балдай әдейі нұры, кәнекей. Апа, туған күніңізбен өмір жасыңыз ұзақ болсын, 100-ден 100-ге жете беріңіз. 100 теңгеңіз болғанша 100 досыңыз болсын. Тамаша. Мына жақта сосын оригиналдары бар. Оригиналдар кім? Қайсы, қан үлкен ба, кім үлкен? Апа, туған күніңіз құтты болсын. Ұзақ өмір түсіңіз. Ол кісі үйге барған айтам дейді, кәнекей. Апа, туған күніңізбен өмір жасыңыз ұзақ болсын, аспанда қанша жолтпас сонша жолыңыз болсын.
тамаша, қандай керемет. Қайсысы тағы? Ол кісілер апа іштен айтатын шығар енді. Іштен айтқан тілек қабыл болады дейді ғой. Енді құрметті ағайын, Олжас бауырым атап өткендей, аяулы анамызға путевка 1 миллион, және де рұқсат болса өздеріңіз атап табыстаңыздар. Тағы келесі сыйлық. Аяулы анамызға алтындай жарқырап жүре берсін деген ниетпен. Алтын сепочка кулонымен. Кулонымен еще. Алтын сепочка. Сақинасы да бар ма? Кәне. О! Немерелерінің атынан алтын сақина. Қошемет қайда? Класстастар қайда? Коллектив номер 5-ші поликлиника қайда? Аққабат абзал жандар. Рахмет. Қай елде болмасын, қай елде өмірдің мәні әйелде. Әйелден сырда шашың, әйелден нұрды шашасың. Өмірдің мәні әйелде. Аналар мәңгі, Әсияпке аналар мәңгі жасасын. Нау енді өзіңіздің туылған күніңізге өміріңіз осы тортай ақ болсын, өміріңіз осы тортай дәмді болсын. Көрген күніңізден көретін күніңіз бұдан да жақсы болсын. Құдай берген нығметі басыңыздан ешқашан кетпесін, жасыңыз 100-ден асын деген ниетпен, рұқсат болса торт қабыл алыңыздар. Рахмет. Бидик, оны кесіп әсіреттемен қой. Ең кішкентай немересі қайсы? Кенжесі немересінің ең кішкентайы? Ең кішкентайы? Қызыл көлектегі кімнің? Жансаян қыз қайда? Ол ұйықтап атым. Болды. Онда кенжесін батырыңыз аға. Бәрінің қолынан не мүмкін емес енді рұқсат болса. Өз оригиналының қолын батырайын деп атыр ғой. Немерлер қолдарын батырыңдар апасына. Мінекей, апасының, Алла қаласа апасын сары маймен, индийский шаймен қарайтын аслан немересі. Бар нәрсемді берерім, оның бәрін аздысын, жан беруге көнерім, сен аман бол немерем. Рахмет. Айтқа бермаңыздар, енді өзінің апау деп жақсы көретін, жүрек жарды лебізін арнайы келген Нұрсұлтан ұлыңыз бен Қауқар келініңіз бар екен, сол кісілерден Нұрсұлтан ерке болады, рұқсат болса. Қауқарда сіздер де жақындаңыздар, жүрек жарды лебіздеріңіз кәнекей. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Апа, мынау келіп жеткен 60 жасыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз, ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың, немере шөберлеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз. Жүзіңізден ешқашан күлкі кетпесін. Құрметті қонақтар, осы апамызды сыйлап, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет айтамыз. Ауырмаңыздар, бар болыңыздар. Рахмет. Айтылған ақ тілегіңіз қабыл болсын. Ерекен қосылам дейді, оқысы. Оқысы қосылам дейді. Көпшілікке бір ауыз тілегіне қосыламды. Көпшіліктің. Салима. Ойбай, бауырлармен шығады ғой, апа, сіңілдермен. Салима, келе қош. Кеңіз. Бауырлармен шығатын кісілер помидордың чертапылығын шығармаңыз. Кәнеге. Салима, маэстро музыка. Елордасы Астанадан келген. Рахмет. Бауырлармен, сіңілдермен арнайы шақыратын болғамыз, бірақ айтса да Айсұлу әпкем жеке сөйлесін дейді, өзіңізден бір ауыз. Асия апа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, әрқашан осылай әдемі болып, сұлу болып, күліп, ойнап, жарқырап жүре беріңіз. Олды қыздарыңыздың алдында, немерелердің алдыңызда осылай жарқырап жүре беріңіз. Немерек, шөбере, арғарай көре беріңіз. Жасыңыз ұзақ болсын. Айтқаныңыз келсін. Енді жаңа бір естелікке суретке түсіп алайық, аха. Кәнеке қараңыз, бүгін күн ертеңгі тарих. Елордасы Астанадан келген. Мінекей өз немерем де қояды. Жас екесіз ғой.
Енді рұқсат болса, той төріне қарай жайғастырайық. Жаңа қай жерде отырдыңыз, сол жерге жайғаса беріңіз. Құрметті ағайын, енді астан дәмнен жақсылап алып отырыңыздар. Жаңа енді тойдың басында айттық, немерелері, қыздары, күйеу балалары, ұлдары өз өнерін көрсетеді деп. Ендеше Асия анамыздан тараған 4 қызды ортаға шақырайық. Келіңіздер. Ендеше аяулы анасына тамаша әнін арнайтын 4 қыз. Мама, жанарың қандай сенің жып-жылы. Мама, көзіңнен алынғандай күн нұры. Мама, жанымның мәңгі солмас бір гүлі. Мама, мама, өзіңсің күн нұры. Мама, өзіңе жазылмаған ән бар ма? Мама, көзілген таңды жалғап таңдарға. Мама, дәл сендей түсінетін жан бар ма? Мама, мама, түсінер жан бар ма? Жүректе жазылатын ән шырағым, жанды жылытатын жан шуағым. Мамашым, маматайым, таңшыларым, жан шуағым, аяулы анашым. Мама, мен үшін жан жүрегін езілген. Мама, мүбейін мөлдіреген көзінен. Мама, сарқылмас махаббатты сезінген. Мама, мама, жүрегі езілген. Жүректе жазылатын ән шырағым, жанды жылытатын жан шуағым. Мамашым, маматайым, таңшыларым, жан шуағым, аяулы анашым. Жүректе жазылатын ән шырағым, жанды жылытатын жан шуағым. Мамашым, маматайым, таңшыларым, жан шуағым, аяулы анашым. Жүректе жазылатын ән шырағым, жанды жылытатын жан шуағым. Мамашым, маматайым, таңшыларым, жан шуағым, аяулы анашым. Жүректе жазылатын ән шырағым, жанды жылытатын жан шуағым. Мамашым, маматайым, таңшыларым, жан шуағым, аяулы анашым. Мама. Кешеу болдыңыздар ғой сіздер қыздар, 4 қыз. Керемет. Жаңа айтып атыр еді маған. 60-қа толғандар шеңбер жасамайды ғой деп. Кеше 70 жаста шеңбер жасаған. 70-ке толғандардың қасында бұл кісілер жас қой әлі қайда? 60-талпыс. Ал енді орынға жайғасайық, кәнеке төрлетіңіздер. Қолдарыңызды көтеріп, бір билеп жайнап ортаға ендеше. Тілек аға, Жібек жеңге, Серікгүл. Есімдеріңізді ата берейін, айыпқа бермаңыздар. Айбарша, Гүлнар, Нұрзипа, Салима, Болат, Гүлназ, Ғалымжан, Жаннұр, Бақытжан, Жібек, Нұржан, Гүлнұр, Ерлан, чездем кепті ғой. Айсұлу әпкем, Салтанат Жұбайымен, Фаруқ Мөлдір, Нұрлыбек Айгерім. Барша бауырлар, маэстро! Бауыр десе бүйрегім бұрып тұрат, көзін көрсе көңілім жылып тұрат. Ей ағайын, сана болса сыйласайық, ана болса арамыз суытынат. Байлықпенен дүние құнық тұрат, байқамасаң одан көп бөлік шығар. Қу тірлікке құмартып қол боп кетсең, бірге туған бауырды ұмыттырат. туысқандар, алыс кетіп барады, суытпаңдар. Туысқандар, жақын жүріп жақында
тамаша. Туысқандар, туысқандар, жылтыраған жалғанға қызық маңдар. Рахмет. Жалғанда жанымды Рахмет. Әй, тост би емес, келсеңіздерші. Той бітіп қалатын болды, келем деген жестер. Келіңіздер, рұқсат болса. Құрметті бауырлар, Асия әпкем айтады, ертең дүйсенбі жұмыстан кейін кешке үйде Құдайға шүкір дейді. Үйге келесіздер, асықпай. Қазір енді қысқа нұсқа. Тілек көкемнен бастайық. Кәнекей. Құрметті ағайындар, 5-10 минут сабыр сақтай тұрыңыздар, сосын ортаға би алаңына шығамыз. Асия, бүгін мынау ұл қыздарың мынау Тараз қаласында Інжу Марзан тойханасында ұлан ғасыр той жасап жатыр. Той құтты болсын. Мынау Нұрланның көрмей кеткен қызықтардың бәрін мынау бала шағаларын көрсін, өзің көр. Бүгін Нұрланда бір аунап түсіп жатқан шығар, берім бала шағам Асия жұбайыма ұлан ғасыр той жасап беріп жатыр деп. Жатқан жері жәннатта болсын Нұрланның. Бар қызықшылық алды еді, бірақ көре алмай кетті. Мынау дастархандан тек қана жақсылыққа, қуанышқа, тойға жайылсын. Мынау Рысбектер әулетіне ылғи тойда, жақсылықта келе берейік. Ал, ассалаумағалейкум, тойға жинаған көпшілік қауым, мына той құтты болсын. Ал, Асия жеңге, мына туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, мына өсіріп жатқан ұл қыздардың жемісін көре бер, немерелерің көп болсын, денің сау болсын. Ал, Асеке, мынау енді Асеке екеуміз құрдаспыз, жеңгем ғой енді. Бізге ана орнына ана болып жатыр, әке орнына әке болып жатыр, басқа кісілер алыста. Еркелігімізді көтереді, бізді еркелетеді. Біздің балаларымыз бұны нағашы апа дейді. Енді мына жаңа жастың құтты болсын. Бала шағаңа рахмет, сені мәрпелеп, сені көтеріп атқанына. Осы біздің өстіп Асеке болып жүргеніміз, біз өстіп жүргеніміз, осы балапандардың арқасы. Қыздарға рахмет, көп рахмет. Олжасқа рахмет. Тойың көп болсын. Тойдан тойға ұлғаса бер. Осымен тоқтап қалмаңдар. Той көп болсын. Асекеңе той жасаған ерунда ғой. 6 айдан кейін тағы той жасайды. Сол жол көрерлерін дайындап күтіп отырыңдар. Асеке, тағы да туған күнің құтты болсын. Жасай бер, өстіп жас болып жүре бер. Саған бар бақытты тілеймін. Енді мен бір аздаған подаркам бар. Апам подаркасы бар екен, табыс табасын, сосын ары қарай тілек-лебіз жалғаймыз. Енді аяулы аналарымыз не айтады, апалар не айтады, заң, крокодил ұшады дейма, онда крокодил ұшады. Асия анамызға мінекей, жеңгеңіз болады ғой, Асия әпкем. Жеңге берген астың ішінде желке болады, жеңгесі бар, қайын-сіңілер, ерке болады деп анамызға мінекей, той иелері арнайы осындай мінекей киіп жүреді, мынаны шешпей киіп жүріңіз жақа құрметті ағайын. Бір қол соқ қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет. Той жасайтын болсаңыздар, Асия әпкемнің үйінен камзол, шапан алсаңыздар болады. Мынау бір 16-шы ма, 17-ші камзол уже. Той жасайтын бір 2-шеуін береді десеңіздер болады. Ары қарай, кәнекей. Қыздардан, әпкелерімізден. Ал, құрметті тойға жиналған қауым, саламатсыздар ма? Асеке, бүгін өте керемет күн болып жатыр. Сіз 18-ге толып жатырсыз. 60 деген не ол тәйір, талт істеуші еді ғой. Сізде кеш батқанша уақыт бар. Мына керемет, сізді бүгін жоғарға көтеріп, аспанға неңізді Алатаудан асырып жатқан бала шағаңызға үлкен рахмет. Мен үлкен апа болсам да, солардың алдында бас ием. Ананы құрмет деген бір балалар осындай ақ болсын. Асеке, мына 60-тан алқынбай өтіп, 70-тен желіп кетіңіз, 80-ге секіріп кетіп, 90-ға тоқтамай кетіп, 100-ге бірақ жетші Асеке. Сол кезде кездесіп осындай үлкен мейрамханада отырайық. Осы тілегім. Ал жеше, аппақ қана жешем, жеңешем, бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Енді 60 жас демейміз енді. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, мына өсіріп атқан ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Ағам көрмеген қызықтың бәрін сіздер көріңіздер, балалар көрсін. Бар жақсылық тілеймін, ауырмаңыздар, баршаларыңызға бақыт тілеймін.
Ал, Bismillahirrahmanirrahim. Әкпе, туған күніңіз құтты болсын. 2.30. Тағы да бір 2.30 жасап тұрсаңыз, қалған содан кейін көре жатасыз ғой. Мына бала шағалардың алдында ойнап, күліп, жарқырап, кәдімгідей қазір тірідей осылай жүре беріңіз. Аман есен, ойнап немере, шөбере, шөпшекті көріңіз. Туған күніңізбен. Сәлеметсіздер ме, тойшыл қауым, той құтты болсын. Асыл жеңгем, ақ жеңгем. Мынау менің екінші енем ғой. Сізді өте жақсы көремін. Мынандай кішкентай болып ақ келін болып түскенде осы кісінің табалдырығын аттап, басыма орамал салып, осы кісі мені тәрбиелеп, өсіріп, осы неге жеткізген. Анамдай сізді жақсы көрем, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мынау қыздарыңыз алтындай, ұлыңыз моншақтай болып, әрқашан өстіп езуіңізден күлкі кетпей жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз. Сізге арнайы шапанымды алып едім, 60-ға толып жатыр менің жешем деп. Соны қабыл алыңыз. Айыпқа бермаңыз, әпке. Семейден келген әпке. Нау, табыста беріңіз сіз, ақа. Табыста беріңіз. Аяулы анамызға 17-ші камзол. Тойдан тобықтай сый-сияпат қабыл алыңыздар. Рахмет. Енді ер азаматтардан қайынбикесінің тойына келіп, неге күйеу баласы сөйлемеске? Айсұлу әпкем, жігіті Ерлан жездем неге сөйлемеске? Өзіңізден бір ауыз кәнеке. Әсияқпе, болма келінмен амандасың ба, сүйістің ба? Тұлғаңыз құтты болсын, бақытты болыңыз, арманыңа жетіңіз. Жеттіңіз ғой баштайсы. Мына қыздарыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз сіздің қасыңызда құтта жүгіріп. Мына даже мен әйелім бар ғой, ұйқы жоқ, 3 күн болдық сама жатыр. Әкпем туған күні мен өлең айтамын да, билеймін де, бойбайдай. Мен де билегім кеп тұр да, бірақ қорқып тұрмын, ұрсама деп. Аман болыңыз, аспаныңыз ашық болсын, достарыңыз көп болсын, дұшпаныңыз жоқ болсын. Бірақ қыздарыңыздың, немерелеріңіз, шөберелеріңіздің алдында күліп ойнап, Құдайдың берген жасын ойнап күліп өткізіңізші. Сіздің арқаңызда біз де жапылып жүре берейік. Сіз әрқашанда күліп жүрсеңіз, мен де қуанып жүрем. Потому что сіздің күліп жүрсеңіз, ана сіңліңіз де күліп жүреді. Шын айтып отырмын ғой, не болды? Аман болайық, аспанымыз ашық болсын. Рахмет. Енді, мынау екі жасты бөліп жармайық, екі жастың арасына. Кешіріңіз, біздің ортамызда келініміз бар, Салтанат деген. Сол кісіге сөз берейік. Сосын тобықтай түйінін шығарайын. Қара шаңырақтағы. Әсияпке, туғаныңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ең басты денсаулық. Денсаулық болса бақытты болады. Қуаныш та болады, бәрі болады. Балашағын қызын көріңіз, аман есен шапқап күліп ойнап жүре беріңіз. Рахмет. Енді ақыр келін сөйлеп атыр ғой, онда сонау Семейден келген Жібек әпкені сөйлескеңіз. Ал құрметті ағайын туыстар, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп атқандарыңызға үлкен рахмет айтам. Мен жеңгем, алтын жеңгем. Алтын жеңгем, енем деп не батыр ғой, менің әпкем сияқты. Еще мен қайын сіңілдерім бар, группа поддержкалар, қайын сіңілдерім бар, мен өте жақсы көретін. Осыларға рахмет. Жеше, 4 қыздарыңызды осындай тәртіп тығып тәрбиелегеніңізге мен өте алғыс сізге. Қайнағамыз жоқ болса да басыңызды мойымай, тек қана алға болып жүргеніңізге рахмет. Қайным деген алтын келген сайын күтіп жәні қалмайды. Рахмет, мен көп айтайын деп жатырмын, мен ұмытып қалдым бәрін. Аман болыңыз, бар болыңыз, ортамызда ойнап күліп жүріңіз. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз. Рахмет. Енді бүгін Семейге кет қалмаңыз. Ертең кешке үйде Құдайға шүкір. Құрметті ағайын, енді мынау ер азаматтар бізде бір жүрек болса, қыздарда 2 жүрек болады. Бір жүрегі барған жерім деп соқса, екінші жүрегі төркінім. Төркінімнің түтінін түзу ұшша,
Төркіннің тауығын аяғы майысып қалмаса деген қамқоршы халық осы Гүлназа әпкелеріміз. Нұрекеңнің қарындасы кәнекей. Ал құрметті тойға жиналған тойшыл қауым, бүгінгі менің Әсия жеңгем 30 жасыңыз құтты болсын, 2-30 жасыңыз. 60 жасыңыз 60 түрлі ырыс нәсібе береке алып келсін, қуаныш алып келсін. Мынау ағамның артынан ерген тұяқтары аман болсын. Осындай сізге үлкен той жасап беріп атқан, осындай бүкіл қонақтардың басын қосып сізге үлкен той жасап беріп атыр. Алғысымыз шексіз балаларға. Аман болыңыз, ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Осы әдемі күйде әдемі қартайыңыз, әдемі әже болыңыз. Немере шөбере сүйіңіз. Ортамызда ойнап күліп езуіңізден еш уақытта күлкі кетпей, жайнап құлпырып жүре беріңіз. Біз сізді сыйлаймыз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Құрмет ағайын, 90 ауыз сөзін тобықтай түйінін қояды, сонымен ары қарай билейміз кәнекей. Ал тойға келген қауым той құтты болсын. Бүгін Тараз қаласында Әулиеата жерінде Інжу Маржан мейрамханасында ойықтардың той болып жатыр. Ойықтар, тойларын құтты болсын. Бүгін міне жезден болғанда, жезден бір аунап жатқан шығар. Ол кісі енді марқұм болып кетті. Ал енді әкпе, өркенді бол, өмірлі бол, әрқашанда көңілді бол. Бала шағаңның қызығын көр, езуіңнен күлкі кетпесін. Алланың базарында, Алланың назарында, бақыттың базарында бай, қуатты бол, аман бол, той құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Өзіңіздағы жүргізеді кес қоты, зачем біз шағын. Бір естелікке сөйлеп көсейік, келіңіздер. Бүгінгі ертеңгі тарих дейді. Бауырларыңызды, жеңгелеріңізді, Әсия әпкемді ортаға алайық, естелікке сөйлеп көсейік. Орта толсын бей болсын, көтеріңкі көңіл күй болсын. Баршаларыңыз ортаға биялана шақырамыз. Ал кет. Бір тамаша белі болайық кет. Хопа! Балғия. Коллектив, анамыздың екінші отбасы, ұжымдастар. Ортаға биялана келіңіздер кәнекей.
келмейді 18 бен 25 қайта келмейді айтар болсам байқар болсаң сен менің нәзік гүлім көргенде мен бақыттымын сүйгенге жазықтымын үміт қылып күліп тұрып арнағанда әнімді наз қылықты нәзік гүлім қапа қылма жанымды үміт қылып күліп тұрып арнағанда әнімді наз қылықты нәзік гүлім қапа қылма жанымды сен менің жалғызым аяулы нәзік гүлім сен менің сүйген нәзік гүлім сен менің жалғызым аяулы нәзік гүлім сен менің сүйгенім нәзік гүлім нәзік гүлім Sen elittin, sen yerettin көңілімнің мұздарын Жылыдың да ұмыттырдың өмірімде көз барын Көркемдігің, еркелігің сынаған мен төзімді Талмай аңсап қандай ғажап сыйлағаның сезімді Көркемдігің, еркелігің сынаған мен төзімді Талмай аңсап қандай ғажап сыйлағаның сезімді Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім Сен мені сүйгенім нәзік гүлім Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім Сен мені сүйгенім нәзік гүлім
Пока осы жерге дейін. Мархабат, жайғасыңыздар. Сонымен бүгінде 18-ге бірнеше рет толып атқан Асия анамызды күйсандықтың күмбірімен, қонақтардың қошеметімен ортаға шақыруға бола ма? Мереке иесі Асия анамыз. Билеп. Стоп. Туған күн иесі билеп ортаға шығып атқан кезде халық неужели бір жақсы көріп, бір қошемет соғамайды? Чоса той. Асия анамыз ортада қошеметпен. Жібер, Все. Жаным, маған бір подарка беріңдерші. Красавчик. Мамау, көңілге қалай? Тоқ шашу. Не дейді? Көңілге қалай? Өте тамаша. Отлично. Мамау, тойдың мықты өткен қалайсыз ба? Конечно. Қонақтардың есінде қалуын қалайсыз ба? Конечно. Бүкіл қонақтар разы болған қалайсыз ба? Иә. Онда, пожалуйста, ішпеңіздер, аға. Ішпеңіздер. Сіздер сау жүріңіздер. Сіздер сау жүрсеңіздер, той керемет өтеді. Енді мына ортада тұрған ханымды жақсы көретін адам болса, орнынан тұрсын осы жерде. Сыйлайтын адам болса, орнынан тұрсын. Жетінші стол, пожалуйста. Пожалуйста, мынау стол. Масқара. Асия анамыз бақытты болсын ба? Асия анамыздан тараған ұл қыздардың таразда как минимум 3-4 коттеджі болсын ба? Ұл қыздарының мінгені Майбах, Мерс, BMW болсын ба? Асия анамыздың қыздары 100 жасасын ба? Күйеу балдары 98. Күйеу балдары қыздарсыз өмір сүремай, 2 жыл ерте қайтып кетпесе жүрегі сынап қалады. Осы тұрып тұрған ағайын, Асия анамыздың қыздары, ұлдары, күйеу бала келіні жасап беріп атқан той ұнап жатыр ма? Олай болса 4 апта бойы кеткен нервті бір қошаметпен мынау кісіге арнап қояйық. Бір қошемет бар ма той иесіне? Стоп. Сіздерге жақсы көрмейсіздер ма не? Сіз не жақсы көрмейсіз ма не? Орныңыздан тұрыңыздар. Кешіріңіздер, аналар. Кешіріңіздер, әке. Сіз жақсы көрмейсіз ба не? Сіз жақсы көрмейсіз ба не? Все. На кім мынау? Тегі, мамамыз ешкімге бермейміз. Осы анамыздан арнайы қыздары, күйеу балдары, ұлы келін атынан барша мерекеге бірге бөлісуге келген қонақтарға арнайы сыйға той шашуымызды қабыл алыңыздар. Қыздары, ұлдары, күйеу балдары, келін атынан. Құрмет қонақтар, мен шықсам подарка беремін, көріп тұрсыздар ғой, мен шығам подарка беремін сразу ше. Мынау подаркадан бөлек тағы да подарка беремін мен қазір. Бәрін таратамын, мен жүрегім кен сондай ше. Жаман, сыйлық көрсем беріп қоя беретін адам сондай ше. Құрмет қонақтар, қазір біз таза қазақтарды тексереміз. Келесі ойын таза қазақтарға арналады. Біз негізі қазақтар бір нәрсені дұрыс сөйлейтін халық емеспіз. Біз либо через 33 астарлап айтамыз, немесе көңілге тисе де бетке былш еткізіп айтамыз. Қазір сіздерге негізі ол сөздің қалай айтылатынын LED экраннан көрсетеміз. Сіздер соны қазақтар қалай айтатынын табасыздар. Или бөлісіп аласыздар ма 5-10 минут? Бөлісіп аласыздар ма? Анау әпкем алсын, жеңгем алсын. Сонымен LED экранға қараймыз, біз сіздерге сөздің қалай айтылу керектігін көрсетеміз. Сіздер қазақтар қалай айту керек табасыздар. Сонымен казахи не говорят, я заболел, казахи говорят, не дейді? Ауырып қалдым демейді. Қазақтар не дейді? Не дейді? Мазам жоқ демейді. Қазақтар ауырған кезде не дейді? Не дейді? Шіркін жарымай. Жоқ. Қазақтар ауырып қалдым демейді. Қазақтар не дейді? Жоқ, олай демейді. Жоқ. Әпке, қазақтар я заболел демейді. Қазақтар не дейді? Мен науқастанып қалдым. Науқастанып қалдым демейді. Қазақтар не дейді? Көз дейді. Правильно, маған көз тиді. Все. Немнеге бәрің жетісіп жүрсіңдер, ана әпкеге подарка апарып берме. Ана әпкеге, біреуін бер. Келесі. Казахи не говорят, почему ты забыл? Казахи говорят,
не дейді қазақтар не үшін ұмытып кеттің демейді, қазақтар не дейді? Көз дейді, бағана өтіп кетті әпке. Қазақтар не үшін ұмытып кеттің демейді, қазақтар не дейді? Не дейді? Бөлісіп болсаңыздар, құрметті меймандар, сұрақ. Казахи не говорят, почему ты забыл? Казахи говорят, басыңды алдырып кетпейсің. Правильно, басыңды ұмытып кетпейсің ба? Күйеу бала, мынаны киіп ал да, бүгін тақа жөнге тұр, аға, айналайын шығар. Келесі, казахи не говорят, плохой мальчик, казахи говорят, жұрттың баласы ол мақтаған кезде, жамандаған кезде не дейді? Мамасының баласы. Мамасының баласы, жаман демені? Қазақтар жаман бала демейді, қазақтар не дейді? Әпке? Елдің балалары дейді. Жоқ, ол мақтаған кезде, қазақтар жамандағанды не дейді? Шошқа дейді. Ойбай, көкем жаман ұрса деген. Не дейді? Нағашысына тартқан. Айбы? Маймыл? Қалай ұрсас? Не дейді? Өл дейді. Айбы? Өл дейді. Өлсің. Не дейді көке? Иттің баласы. Правильно, иттің баласы! Все. Көке, қызыңыз бар ма? Келіншегіңіз бар ма? Келіншегіңіздің басына бір орамал тағып берсеңізші барып. Да, специально. Жан машина, анашым, мәнс. Келесі. Казахи не говорят, иди кушать, а то остынет. Казахи говорят, о, әпке, сразу. Не дейді? Атауыңыш. Немене? Жүректеріңіз тас жүрек па немене? Сразу ұрса береді екенсіздер. Баланы тамаққа шақырған кезде бала келмейді. Біз сынок, иди кушать, а то остынет демейміз. Біз не дейміз? Не дейміз? Не дейді? Түсініп қалады. Ондай мейірімді халық емеспіз біз. Не дейді? Бала тамаққа келмей жатқанда қазақтар не дейді? Саған не керек па дейді? Не дейді? Ішпесең қойын. Сіз жаман ұрса дегенсіз. Не дейді әпке? Бала тамаққа келмей жатыр. Біз айтамыз, сынок, иди кушать, а то остынет демейміз. Біз не дейміз? Іштен ішпесең. Жоқ, дұрыс емес. Саған не керек па дейміз? Саған не керек па? Әпке, саған не керек па? Атауың. Ойбай, ұрса береді екен. Не тас жүрек? Мына ұқсайсың, мына ұқсай. Айналып барам. Мына тойдан бір 2 килограммға азатын болдым. Не дейді? Өйтіп айтпайды. Жүрегіңіз жаман тас жүрек екен. Қазақтың баласы тамаққа келмей жатыр. Біз не дейміз? Саған не керек па дейміз? Не дейміз? Әпке, не дейді? Особое приглашение керек па? Правильно! Әпке, орамал тол болмайды, жол болады дейді бүгінгі тойдан естелікке сізге. Келесі, казахи не говорят, он ее сильно любит. Казахи говорят, ол оны өте қатты жақсы көреді демейміз біз. Біз не дейміз? Жаты бас дейміз. Қалай? Жаты бас дейміз. Не істейді? Не дейді? Дуалап ал. Басын дуалап алған, правильно! Все. Әпке. 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 Подарок келіп жүр ма? Әпке, алыңызшы. Пожалуйста. Келесі. Казахи не говорят, ему постоянно не везет. Казахи говорят, оның несі ауыр? Оны айтпаймыз. Несі? Жол ауыр. Жол ауыр, правильно, жол ауыр. Все. Жан машина, гена, сумкаңызға сақпайсыз. Келесі. Казахи не говорят, молодец, уважает свою жену. Казахи говорят, молодец екен, әйелін сыйлайды деп айтпаймыз. Қазақтар не дейді? Қатын жанды. Жоқ, өйтіп айтпайды. Қазақтар не дейді? Әпке? Подкаблучник, правильно! Все. Мана залда әрбір ханымның өзінің бір жігітінің досы болады. Жігіті жақсы бір сыйлық істесе, подкаблучник деп айтатын. Сондай адамдардан Құдай сақтасын. Екеуің грек-рим болып жатсыңдар ма? Не істеп жатсыңдар? Келесі. Казахи не говорят, не умею говорить тост. Казахи говорят, не дейді? Өзің подаркыңды өзің алайын деп жатсың ба? Не дейді? Қазақтар тост сөйлей алмайын демейді. Қазақтар не дейді? Әрбір тосттың 80% қалай басылады? Ал не деймін? Правильно, ал енді не дейміз? Все.
осындай әдемі ханымға кішкентай жүрекпен кішкентай сыйлық, пожалуйста. Келесі. Казахи не говорят, они нашли друг друга. Казахи говорят, олар бір-бірін тапқан керемет жұп демейді. Қазақтар не дейді? Ол такой мягкий түрі, бізге ауыр түрі керек, ауыр. Не дейді? Ол тоже мягкий, бізге ауыры керек, ауыры. Не дейді? Қотыратқа соқырат, правильно! Все. Әпкесі бір апаның қолында өскен сияқтысыз. Апаның қолында, апам күшті әңгіме айтып берген сияқты. Келесі. Казахи не говорят, ты ударился, тебе больно. Казахи говорят, не дейді? Әпке не дейді? Сауап, правильно, сауап. Все. Араласпаңда ше өзім қанда боламын. Әпке, жауап берген әпке қол көтеріңізші. Үйге барып, өзіміз отырып шай ішейік дейтін бір құмған бересізге, я? Пожалуйста, жаным ішейік. Келесі. Казахи не говорят, почему ты сломал это? Казахи говорят, балам, үй үшін сындырып қойдың демейді. Қазақтар не дейді? О, екінші столик. Қират, құрт сындыр, пожалуйста, правильно. Все. Мен ақ жүгіре беремін ба? Жүгірсіңдіш. Келесі. Казахи не говорят, молодец, екеуі наконец-то бөлек шығыпты. Казахи говорят, не дейді қазақтар? Ой, мынау екеуі молодец, екеуі бөлек шығыпты демейді. Қазақтар не дейді? Сынап кетіпті, еншісі. Жоқ, оны емес. Не дейді? Әйелінің атынан демейді, кімнің артынан дейді? Әйелінің деп сөйлемейді қазақтар. Кімнің атынан кетті дейді? Кетіпті ғой қатынның артынан, правильно! Все. Келесі. Казахи не говорят, наконец-то все ушли. Казахи говорят, не дейді? Өзіміз отырып шай ішейік, правильно! Все, келесі. Казахи не говорят, еда испортилась, надо выкинуть. Казахи говорят, то есть тамақ бұзылып кетті, тастайық демейді. Қазақтар не дейді? Әке не дейді? Жерге тастаған ауылда кешті. О, жоқ, қазақтар өйтіп айтпайды. Қазақтар, мынау столик не дейді? Обал болады. Обал болмайды бізде, не дейді? Қазақтар не дейді? Ашып кетті демейді. Тамақ бұзылыпты, әкең жеп қойсын дейді. Әкеңнен сұрақ көрші, жейме екен, правильно! Все. Әрбір қазақтың анасы тамақты тастар алдында бірінші әкесінен сұрап көреді. Егер әкесі иіскеп көріп, ей, нормально ғой, жеп қоям десе, жеп қояды. Жемесе, ол реально бұзылып кеткен. Сондай бұзылып кеткен тамақты жеп, еще асқазаны вообще ауырмайтын әкелеріміз, күйеулеріміз аман болсын, бір ағаларымызға қошемет жасап қояйық. Все. Осы жерде бүгінгі Асия анамыздың 4 гүлінің ішіндегі менің өзімнің жекжатым, бауырым, жансая қыздарыңызды қошеметпен ортаға шақыруға бола ма? Немене қыздар шыққан кезде не билемейміз ба не? Қошемет жасап қоймыз не? Асия анамыздың қыздары, келіңіздер ортаға. Все. Келін шығармақ қой бұл. Келін спокойно демала берсін, не қыласын. Прикол ұстамаймын. Етек. Негізі, құрметті ханымдар мен мырзалар, ханымдар деген кісілер, әйелдер қауымы өміруге, жүгіруге келген адамдар сияқты. Ол кісілер бірінші туылған үйінде жүгіреді, сол үйдің тірлігімен, одан кейін келін болып түскен әулетке жүгіреді, одан кейін ол қыздары туылған кезде по жизни жүгіру басталады. Енді бүгінгі кеште сіздермен бірге абысын болып, подружка болып, тойдың басталуынан бітуіне барлық кезде бірге жүгіріп жүретін жастар, келіндер, абысындар қауымнан 6 ханым керек. Кім? Таңдайсыздар, кім? Ей, бергесі. Ей, сізде деген жоқпын ғой? Айтса микрофонмен. Кім? Салтанат Жише, пожалуйста, келіңіз ортаға. Жаннұр Жише. Жаннұр Жише, келіңіз ортаға. Келесі. Жібек Жише. Жібек Жише. Идемте, үшеу болды. Айсұлу әпке. Айсұлу әпке. 5-шісі кім? Далада жүр. Кәлен шегіп жатыр ма? Кәлен бар ма не дефті?
маған бір адайлай бере салшы. Кім тағы? Дана келін дейді, келіңіз ортаға. Дана келін дейді. Қалай болады екен ол кісі өз тойында өзі жүрген. Кім тағы? Жастардан жүгір. Акос қақты, Акос. Салима ханым дейді, келіңіз ортаға. И еще Айсұлу әпке, есім аталған ханымдар билеп ортаға келіңіздер. Без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я вода. Ханымдар, мархабат, отырыңыздар. Кім тағы жоқ? Гаухар келін келіңізші. Гаухар келін. Гаухар келіннің баласын бір қарап беретін адам жоқ па не сонда? Мархабат, құрметті ханымдар, жайғасыңыздар. Сразу айтайын. Отырған ханымның біреуі бүгінгі кештің ең басты сыйлығы ұшатын кілем. Әкел. Кілем, шудан келген. Ұшат. Қалың қақта, төртеу қақта, шу қақта, шу. Акос қақта. Шақырыңдар Акосты. Мереке Құдаша билеп келіңіз ортаға! Все, кім тағы? Шарапат ханым дейді. Қайдасыз, Шарапат ханым? Где вы? Где? Шарапат ханым қайда? Реально далада кәлем беріп атқан сияқты бәріне. Жартысы жоқ. Акос қақта, жансая. Акос қақта. Шақыршы Акосты. Екі ханым кім тағы? Жібек кеше кілем кере жоқ қойынша байлар шақырып алғансыз ба? Немене біле? Өзім кілем десе ат шығатын ем. Бұлай қылайықшы, кілемді ұтып алғым келеді дейтін бір ханым бар ма? Өз еркімен келсінші ортаға. Келіңіз әке, келіңіз. Келіңіз, билеп, давай, жібер. Аха! Анаяқта неғып үшеу билеп жүр? Үш қыз? Үш қыз. Отырамыз. Сонымен құрметті ханымдар, смотрите. Сіздерді ең мықты жүгіретін ханымдар деп таңдап алдық. Кім ең соңында мықты жүгіретін болып аталады? Мынау кілемді алып кетесіздер үйлеріңізге. Сонымен шарт мынау LED экраннан сіздерге задание шығады, тапсырмалар. Тапсырмаларды жүгіріп барып орындап келіп атқан кезде орындық азаяды. Кім ең соңында қалып кетеді? Сол ханым мына кілемді үйіне алып кетеді. Замена ма? Сонымен, сразу нақсы каблугын жешіп алып біледі. Итак, LED экранға назар аударамыз. Бірінші задание көрсетеміз. Сонымен бірінші тапсырма: поднять бокал со своим столиком, выпить и вернуться. Столыңызбен көтеріп ішіп қайтып келеміз. Көтереміз, ішіп қоямыз, қайтып келеміз. Өшір. Столик деген барша адамдар, орындық емес, барша адамдармен соғыстырып, ішіп қайтып келеміз. Кеттік. Алып қойын, жылдам. Өшір. Бәрімен соғыстырып шығасыз па не, жеке? Общий соғыстыра самайсыз ба? Маңдай темппен отамайсыз қойсыз. Сіз үшін фора беріп атырым, орындық аған жоқпын. Келесі жол кішкене шустрова деді, бізден шығып кетесіз. Бокалмен не үшін келдіңіз? Бокал тастап кетпейсіз ба? Енді қараңыздар, бұл тренировка. Енді бір адам шығатын болады. Сонымен екінші задание. Келесі обнять жансаю. Поехали. Жансаяны құшақтаймыз. Кеттік. Мамаля, омале, мамаля, мамаля. Все. Шырақ. Абгон жасап кетті ма? Әпке. Құдашаға орыныз. Әпке, Алладан қайтсын. Алла разы болсын. ألاقي غرام لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك. Әпке, сіз туфлені шешіп тағансыз ғой,
Бәсе клубника не шығып отыр мына жақта. Клубника в шоколаде не шығып отыр. Келесі, смотрите, третье задание. Келесі. Занять любую купюру, бумажный ақша, любой, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 ала берем, жүрегім үлкен. Любой ақша. Все. Неужели мынау ханымға залда бір ақша тауып беретін ерікісі жоқ? Еркектер, міне еркек! Міне еркек! Ақшаны көрсетеміз. 5000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңге, 10.000 теңге, 2000 теңге. Так, сізге 10.000 теңге, сізге 5000 теңге. 10 секунд уақыт берем, майдалап үлгерсеңіздер, үлгердіңіздер, үлгермесеңіздер, өкініп қаласыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Мына 9-шы столда үншем байлар жинап алғансыңдар ма? Немене беле? Бәрінде ақша бар ғой. Е-мая. Так, все, көрсетеміз. Все, бәрінде нормально. Қалтаңызға тық қойыңыз. Бір сарын шығарып қойсаңызшы. Келесі 4-ші задание. Құрмет ханымдар, келесі задание. Дать чаевые официантам. Поехали. Официанттарға чаевые беру. 1, 2, 3, 4. Әпке, 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 үлгермей қалдыңыз. Алладан қайтсын әпке. Жанмайшын. Құрмет ханымдар, оразада садақа беріп бердіңіздер. Бердіңіздер ма? Енді нау қосымша садақа болсын. Бірақтан қараңыздар, бұл ойын. Қазір дастарханға барып, кім қызым бағана мен едім берген десеңіздер қайтарып береді. Қайтарып бермесе, ар жақта қайтарып береді. Қайсысы керек өздеріңіз таңдап аласыздар, Қыздар, жігіттер, дайыршылар. Қарындас, бауыр, это от меня. Чисто от меня. Все. Мен саған 7 ресторанға келдім. Не орным жоқ, не өзім бакалым жоқ, не рюмкам жоқ. Бір стол организовать етіп беріңдерші неха. Ана 5 камера жек кетті бәрін, дым қамат. Бір нәрсе істеп берші неха. Ойнап жатырмын, бармақ қой, ойнап жатырмын. Келесі задание. Задание номер 5 қой. Сделай селфи с Асия ханым. Поехали. Асия ханыммен селфи істеу. Қалғандары шамалу. Все. Подсказки берейін. Асия ханым складта киім ауыстырып жатыр. Жүгіріңіздер, складта киім ауыстырып жатыр. Көп керек емес маған сенен тек, ғашық болып қалдым саған кенеттен. Әрекеттек, көзім кеттің, әрекеттек, 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 жерма, істеттек, әрекеттек. Әпкесі, асықпай түсіңіз, асықпай, фотосессия жасап, әдемілеп түсіп, жаным үшін. Сурет көрсетеміз. LED экран бар ма? LED экран жібере алмайсың ба? Так, есть фото, сіз екен. Ой, бір кесінес бөлек телефон. Әпке, қайт! Әпке, қайт! Әпке, қайт! Біреуін шығарып жеттік. Сурет жоқ. Қайт! Әпке, Белоснежка, клубника. Аяқ киіміз киіваңыз. Шәуілдерге қарай қайта берсеңізші. Жемқорлыққа жол жоқ, 144 нөміріне хабарласып. Әпкем бір мойнына бір орамал жағып жіберіңіздер, пожалуйста. Рахмет, әпке. Иісіңіз керемет екен, клубника не шығады екен. Рахатай, сіз жайғасыңыз. Бір нәрсе ап беріп жатырмын әпкесіге. Потом клем бір үшін бересіз ғой. Сіз тұрғыңыз жоқ қоя. Әпкемізге бір қошемет соқ қойсақ бола ма, пожалуйста? Все. Әпке, орамал. Бәсіз, Диор еще анжам жеміз. Келесі задание, өзі екеу-ақ қалды ханымдар. Кілемге деген 2 қадам. Предпоследнее келесі задание. Поменять аватарку WhatsApp на это фото. WhatsApp аваға қоямыз. 10 секунд. 1, 2. Жаңағы суретті WhatsApp-тың суретіне қою керек. 3, 4, 5, 6, 7. Өшір. Каспий банкқа кірді ғой.
оформить кредит дейді. Черный список дейді. Вам отказано дейді. Естіп кеткенсіздер. Бір кісі бар. Бір кісі қайда? Бір кісі қайда? Все. Әпке? Әпке? Не істеп жүрсіз? Әпкемнің орамалын бір жақсылап тұрып, жасыл двойкаға жасыл орамалмен қошемет шығарып салайық, пожалуйста. Все. Ана боздап атыр. Бұған кілем керек. Ана боздап атыр бала. Lan, papası var mı? Üç an, сөйтсеңіздерші. Отырғансыз, ашылып. Құрметті ханымдар, смотрите, сіздер полуфиналда отырып шықтыңыздар. Енді финал. Екеуіңіздің біреуіңіз мынау арабияда жайылып өскен түйенің жүнінен тігілген керемет кілемді алып кетесіздер. Ол үшін сіздің және де сіздің арқа сүйер жігіттеріңіз керек. Жігіттері қақта, еркектер, келіңіздер. Еркектер. В общем, не болды, залдан еркек таңдап атсыздар ма? Ой, любой бір брашка, әні, қайын жұрт бір біреу бар шығар. Кім бар? Любой еркек, міне, бар бір күйеуіңіз қақта. Күйеуі келатыр, қошемет, пожалуйста. Ага. Все, отырбаңыз ханым. Артына тұрбаңыз, артына тұрбаңыз. Құрметті ханымдар, осы затты тауып келген еркек өзінің алдында отырған ханымды мен бұл кісіні өте қатты жақсы көрем. Бұл кісіні қатты сыйлайым. Бұл кісісіз өмір сүре алмайым. Бұл кісі үшін еркек атым өшсін. Ол затты жерден қастамда тауып берем. Мен еркектің номинациясы болады сіздерге. Сіздерге анау кілем болады. Сонымен последнее задание номер 7. Принеси автомобиль, поцеловать красавчика. Поехали. Красавчиктің бетіне сүйу. Все. Отырмаңыз. Келесі, осыдан кейін последнее задание. Номер 8. Принеси автомобильный госномер. Поехали. Машинаның номерін келу. Жүгір. Все. Құрметті ер кісілер, тойдан шыққаннан кейін машиналарыңыздың гос номері жоқ болса, мен кінәлі емеспін. Мен тек қана айттым, пожалуйста, первый гос номер! Все, беріңіз қолыңызға. 932 бүгінгі тойға маса мен шыбындардың бәрі қырып өтіріп келген номер, пожалуйста. Кімнің номері? Өзіңіздікі ма? Талай шыбын марқұм болып тұғы бейшара бүгінгі той үшін. Екінші кісі қайда, жоқ па? Отказ ба? Пожалуйста, без боя. Сіз ба, екінші? Мұна кісіге бір жақсылап Диордан жоқ қойыңыздар. Сіздің есіміңіз? Жаннұр. Жаннұр ханымның жанындегі жігіті гос номерді әкеп берген үшін салтанат түрде бүгінгі тойда самый лучший гость, бүгінгі кілемнің иесі, пожалуйста. Екеуіне бір кілем аз болып тұрған сияқты ма? Сондай бір біле бар, мынау бар ма? Саған бір литр кола жаным отыра қой, отырған. Енді менде құрметті қонақтар, алдарыңызға соңғы рет сұрайым. Бүгінгі Асия ханымның қонақтары қолдарыңызға бокалдарыңызды алып, соңғы рет бір айқайлап, шулап алып қойыңыздаршы, бола ма? Кәнеге, бірге айқайлап, шулап! Рахмет. Рауан ұлдарыңыз. Құрмет ағайын, енді Асия анамыздың тойы бір өзге тойдан ерекше болсын, өзгеше болсын. Бір ойын ойнап, көңіл көтеріп отырайық деген ниетіміз енді. Асығып тұрған кісілер бір 5-10 минут уақыттарыңызды бөле тұрыңыздар. Қырғына шыдап, біріне шыдамаған жарамас, 2 тілек қалды. Кішкене қалды. Енді рұқсат болса, Асия анамыздың екінші отбасы, әрине Нұржамал Сатыбалдиевна бастаған номер 5-ші қалалық емхана. Коллектив! Қызғанықта ұрысатын, ұрыспауға тырысатын дәрігерімсің. Жүрегімде сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбатым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым
меймандар, адамның бір отбасы өз отбасы болса, екінші отбасы ұжымы дейді, коллективі. Міне менің бастығым Нұржамал Сатыбалдиевна. Рахмет. Жаңа Рауан айтты ғой, қызық өту үшін ішпеңіздер деп. Енді рұқсат болса, құрметті ұжым, понедельник ертең сменге жұмысқа түскен кезде шайпита. Асықпай айтасыздар. Қазір қысқа нұсқа. Нұржамал ханымнан бастайық, үлкен кісілерден. Аналарымыздан кәнекей. Ал, мына құрметті қонақтар, тойға жиналған. Асия, той құтты болсын. Асия, айналайын. Мына мерей жасың құтты болсын. Денің сау болсын, ауырма. Бала шағаңның қызығын көр. Тек қана жақсылық тілейміз. Тойың тойға ұласа берсін. Ал, құрметті қауым, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Асия, туған күнің құтты болсын. Жасыңа жас, бастарыңа бас қосылсын. Мынау көріп отырған ұл қыздарының тек қана жақсылығын, қуанышын көруді нәсіп етсін Аллам. Үйінде тек қана той болсын, жақсылық болсын, аман есен бол. Асия, Асия, Асюка, Ася. Асия, мына бүгінгі 2-30 жасың құтты болсын, жасыңа жас қосыла берсін. Мына гүлдей жайнаған қыздарыңның бәрін қияға қондырдың, ұлыңды ұяға қондырдың, немере сүйіп басың, шөбере сүйіп, әрқашанда орның төрден болып, шөберенің арқанынан май жала. Мына тойың тойға ұласа берсін, әрдайым жақсылық болсын, той құтты болсын. Керемет. Енді Асия ханымды арнайы құттықтау сөз Нұржамал Сатыбалды қызы, өзіңізді. Кеш жарық, құрметті той сүйер қауым, бүгінгі мынау керемет Інжу Маржан деген мейрамханада бәріміздің басымызды қосып, Асепке үлкен бір той жасап жатыр екен. Асепке, жаным әшейін, туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін. Қаншама жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, соның бар Алланың құлағына шалынсын. Сіз өте жақсы адамсыз. Тойыңыз қалай керемет өтіп жатыр, өзіңіз қандайсыз? Бекерден бекер сұранбайды екенсіз ғой жұмыста менен. Әйтеуір кешке жақын күніге бір жаққа кетіп барады, тойға кетіп баратырмын. Класстастар, служдактар, той, көршілер, әйтеуір күніге сұранып жатады ғой. Өзіңіз қандай болсаңыз, пейіліңіз сондай кең. Аузыңызды ашса жүрегіңіз көрінеді дейді ғой. Әйтеуір бәріміз сізді сыйлаймыз. 5-ші емханаға енді 60 жасқа келіп жатырсыз. Енді алғыс хатымыз бар еді, соны оқып тапсыруды рұқсат етіңіздер. Құрметті Асия Тавасаровна, сізді 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Біз сізді адамгершілігі мол, қарапайым, өзінің лауазымдық міндеттеріне үлкен жауапкершілікпен қарайтын әріптес ретінде білеміз. Және өз жұмысыңыздың маманы ретінде құрметтеп бағалаймыз. Медицина саласында еңбегіңіздің арқасында әріптестердің арасында абыроймен беделге ие болдыңыз. Еңбекке толағай, табыстарға, мақсатта биік шыңдарға жете беріңіз. Абырой беделіңіз бен табыс тартуларыңыз арта берсін. Сізге алғыс білдіре отырып, зор денсаулық, ашық аспан тілейміз. Шаңырағыңызға береке мен жарастық, кіршіксіз сезім мен ынтымақ, сарқылмас дәулет тілей отырып, бастаған істеріңіз мол табыс, отбасыңызға бақ әкелсін. Және әрқашанда бақыт сәулесінің нұры кетпесін деп ақ ниетімізді білдіреміз. Ізгі ниетпен 5-ші қалалық емхананың дәрігері Динара Мангелдиевна Сарсенова және кәсіподақ ұйымының төрайымы Гүлмира Сауранбекова Әшірбаева. Шын жүректен құттықтаймыз. Керемет. Және де ұжымның атынан аяулы анамызға мінекей бір той анасы конвертпен одан бөлек мінекей сый-сияпаттарын табыстап жатыр. Енді ұжым қалған кісілер өкперенші қойы қосылама.
неге бір естелікке суретке түспеске өзіміздің коллектив. Сіздерге би қарыз болайын деп тұрмын, құрметті ұжым. Айыпқа бермаңыздар. Билеп барып жайғасыңыздар. Класстастарды шақырам. 65-тер отыр, күтіп отыр. Аталарым, апаларым күтіп отыр. Кәнекей төрлетіңіздер. Құрметті ағайын, енді тойымыздың соңында тойымызға келген қонақтардың арасындағы бірі бірегейі сүт бетіндегі кілегейлері қалды. Аяулы анамыздың тай қолындай тебіскен балалықтың бал дәмін бірге тартқан класстастары, достар, 65-тер шамасы, қателеспесем ме? Достар, жүрсің қайда, біргеді ғой әніміз, ескі алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Келіңіздер. Анамыздың тойын болуына бірден бір атсалысы қызметін жасап жүрген ұл қыздары, 9-шы стол. Келіңіздер. Тілеймін шын басыңа бақ қонсын деп, өмірде тек жақсылықтар болсын деп. Бізді Құдай қосқан шығар досым-ау, мына адамдар шын достықты көрсін деп. Менің досым, мен әрке жақтаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік қылған тоғырын, менің досым барлығынан жақсы адам. Менің досым, мен әрке жақтаған. Рахмет, класстастар, достар, келіңіздер. Енді Асқартау әкеміз, Нұрлан көкеміздің класстастары, достары, және де Асия анамыздың достары. Сіздерге қалай айтсаңыздар да жарасады. Той сіздердікі, бірақ айтсе де уақыттың өзі уақытша. Асия әпкем айтады, той біткеннен кейін құрдастар кет қалмасын дейді. Не болды десем, кафеге барамыз дейді, неқтен шыққаннан. Малика Хонға барамыз өзіміз, асықпай. Енді рұқсат болса, ағамыздан бастайық. Үлкен кісілерден, кәнекей. Ер азаматтардан басайық, ағалар, келіңіздер. Сосын, не қылмаған кісілер, не қылыңыздар, ше? Кән. Сөйлес. Қыз жақ сыйлап жатыр ма? Мен 65-тер сөйлесін деп бірімізге не жатырмыз ғой. 64-тер, ойбай, 64-тер. Мұна сонау Ақтаудан келіп тұрмын ғой жаным, Айсия. Білесің ғой өзің. Құдайға шүкір, бұлай дейді ғой, жібітер жүрек жарасын, мөп-мөлдір көздері қарасын, тараздан ғана табасын. Бәріміз ғашық болған Асияны мінекей алды да кетті Нұрекең. Құдайға шүкір, енді содан қаншама ұл қыздар нәтижесін беріп жатыр бүгін. Еңбектің бәрін ақтап той жасап жатыр, балаларға рахмет. Біздің де ойымыз бар еді Асияда, алсақ па деп сүйінің ойланып жүрсек, бір күн қарасақ, алып кет деген кезде екеуміз әбден жыладық, 3 күн жыладық па. Мықты кезіндері, 64-тері. Біз жүріміз ғой, аузымызды ашып, қашан сөйтеміз бе де план құрып, бүйтіп, алып кетеміз. Сен мұнаяқтан шық, мен мұнаяқтан шығайын. Үйдегілерге тоқаш пісір деп. Енді басы болса алыңдар, пожалуйста. Жо, енді қазір қасымызда бір-бірлер жүр ғой, алғызбайды ғой. Әлде ойда бар. Алып қашамыз ба? Мұна Құдайға шүкір, Асия. Әлі де мінекей сымбатты. Бүгін ерекше құлпырып тұрсың. Нұрекеңді бір аунап түсіп жатыр деп жатырмыз ғой мінекей. Бала шағасының бүгінгі үлкен Асия жанына жасап беріп жатқан тойына ояқтағы кісілер де марқайып жатыр. Осы той арғата жалғасын таға берсін. Мына поликлиниканың қыздары отыр. Бәр шетінен әдемі. Бұлай қарасаң көзің бүйтіп шатасып кетеді. Неғып әдемі? Асия мінекей, сон бірінші атамағына қой. Асия, Құдай денің саусын. Бүкіл мұна жаңағы пионер Шайдана ауылының класстастарының атынан саған Құдай тілеуіңді берсін деп, жүрегіңде қандай арман тілегің бар бәрі орындалсын дейміз. Жаңағы балалардың
берген миллион берді ғой қыдыр деп. Ақша сенен, круиз лайнер бізден. Құда қаласа күзде парсы шығарана шығып кетейік. Барлық жақсы тілейміз, қыздардың атынан біреу сөйлейді. Ал, рахмет. Жігіттер, қыздар, мына қыздың класстастары сөйлесін деп отқан. Ал, құрметті Асия жаным, кішкентайдан тайғұлындай тебіскен досым, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, ойлаған мақсатыңа жете бер, тіл көзден аулақ болсын, өсіп келатқан немерелеріңнің рахатын көр, балаларыңның рахатын көр. Тек қана сенің жақсылығыңа келейік. Біз мінекей, жаңа кім Ерболат айтып жатыр ғой, Ерекең, пионер шайдана деп. Біз сол пионерден өсіп шыққан түлектеріміз, ұшып шыққан. Мен Шу қаласынан кеп тұрмын. Саған тек қана жақсылық, сенің жақсылығыңның куәгері болып жүрейік. Ау. Иә, Шуға үйлендік қой, енді сол бір жігіттің етегін ұстап кеттік қой. Аман бол жаным, саған тек қана көргенің жақсылық болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Қосылам деген кісілер, қинамаңыздар, е? Сөйлеймін деген кісілер. 65-тер болса, енді 64-тер рұқсат болса, кәнекей. Ал, құрметті қалайық, тойға ұласын. Ал, Асия, енді менің сәл бір не болып тұр, түсімде, әйтпесе, саған келдім, сен үшін келдім. Армысыздар қалайық, төрден бір орын алайық. Туылған күнге бүгінгі, тойдан бір шашу шашайын. Құтты болсын Асияжан, туылған күнің бүгінгі. 60-тың асқан асуы, келіп те жеткен бүгінгі ай. Өмірдің өткен өрнегі, жолдардан өттің сан қырлы. Мойымай жүріп қарсы алдың, қиындықтарды әр түрлі. Емхананың төрінде, отырдың регистратурада, халықтың алғысын алып, шайқалып жардың жанана ай. Басыңдан бағың таймасын, қыдырда болсын жолдасың, тойың тойға ұласып, ұлың тойды жалғасын. Әннен бір шашу тағайын, 60-тан алып ағайын, осы тойға той бастап, әнімді мен бір салайын ай. Осындай жиында, Асияжанның тойында, 64-тен сіздерге ән айту қиын ба. Бірің қайың, бірің тал, бірің шекер, бірің бал, қайсы бірін айтайын, бәрің бірдей, оу, Ақсұңқар. Тойың тойға ұласын, салған әнің қырасын, сәнін берсін сәкеннің, әнін берсін күләштің, туысқандар ай. Тойың тойға ұласын Асияжан, саған рахмет, осындай қыз, ұл өсіргенің үшін. Бүкіл халық саған ырза, денің сау болсын. Өмір жасың Алла қанша берсе, сонша жаса. Немерелерің тек қана сені жақсылықтарын көрсетіп, жарқырап жүре бер. Сен өте жақсы адамсың, сол үшін тойың да керемет болып жатыр. Енді Нұрлан класстасымыз айтып жатыр, бір аунап түскен шығар. Саған Нұрлан досымыз ырза деп ойлаймын. Тойға ұласын, рахмет, барлықтарыңызда осындай той болсын. Ал енді Абуғалима кім сөйлейді енді? Рахмет әпке. Құрметті ағайын, қазір Абла қаласы класстастардан кейін тойбастар береміз. Сол тойбастардың алдында тойбастар әнін кім айтады? Сол кісіге сыйлықты берсек пе деп түрек, іздегенге сұраған. Міне, әпке тәңірім жүрсін әрдайым қарасып, даусыңыз тұр екен өзіңізге жарасып. Тойбастар әнін айтқаныңыз үшін. Ал, ары қарай.
Ал аса бала, аса сізге көп рахмет. Жаныңыздағы көмекшіңіз екеуіңіз әйтеуір барын салып отырсыздар. Бұл енді 50 жас, 60 жас, 70 жасты мынау есеп береді екен да адамға. Есеп. Өмірде не жасадым, не үшін келдім, не үшін кеттім дегендей. Міне Асия енді Құдайға шүкір бауырымыз, әрі кластасымыз Нұрлан марқұм жатқан жер жанатты болсын. Өте жақсы жігіт еді, әнші жігіт еді. Міне бала шағалары да Құдайға шүкір әнін айтып жатыр. Мынау мамасын төрге шығарып, мына ұл қыздары көтермелеп, біздермен сіздерге мынау ақ дастархан жайып отқандарына үлкен рахмет. Әрқашанда денсаулықтары зор болып, Алла қаласа осындай жақсы тойларда, думандарда кездесе берейік. Мынау Асияның бала шағаларына көп рахмет. Көп рахмет. Алла денсаулық беріп, Асия денсаулығың зор болып, өстіп, бала шағаның алдында күліп ойнап, жүре беруіңе Алла нәсіп етсін. Әмин. Рахмет. Қалған кісілер қосылама. 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні көкем қорытындыласын. Ал құрметті мынау қалайық, мынау тойға жиналып отқан құда жора жолдас, жекжат дегендей, мынау ұжымдас дегендей, мынау Асия жағынан құрдас, мынау ұл жағынан құрдас, қыз жағынан құрдас деп атырмыз ғой бағадан бері. Алыс жолдан келген құда жекжаттарға сіздер қадамдарыңызды гүл етсін. Бүгін мынау енді біздің бұл 64-тің тойы бұл. Тамада шатасып 65 деп жатыр қайта-қайта. Оған жасар қуанымызды қуанамыз. Ал енді мынау келген көпшіліктер әр қайсыларыңыз үйлеріңізде осындай жақсы той болсын демекпін. Өйткені мынау кереметтей той болып отыр. Бүгін Ақтүйенің қарын жарылып, мынау ойықтардың елінде осындай мынандай інжу маржан жаңағы төрінде ән салып атқан сәбилер, бала шағалар, үлкендер, кішілер бәріне жақсылық тілеймін. Осы жақсылық бастарыңыздан кетпесін, жаманшылық жандарыңызға жетпесін. Ең жаман күндеріңіз осы Асия ұқсап той жасаумен өтсін. Мына біздің Асия дегеніміз әрі бізге қарындас болып келеді. Нұрлан марқұм өзіміздің жиеніміз еді. 10 жыл мектепте бір класста оқып, тайқұлдай тебіскен едік. Сол Нұрлан марқұм жаңағы үйленген кезде Асия екеуінің қолында біреуіне домбыра, біреуіне гитара беріп қойып таң атқанша өлең айтқызатынбыз. Сол вечердің бәрі Аққұмда менің үйімде өтетін. Ал енді міне бүгін кереметтей менің орында бар оңалар деген мынау сол Нұрлан жаңағы өзіміздің жиеніміздің, өз кластасымыздың ұл қыздары мінекей кереметтей той жасап жатыр. Соған куә болып отырсыздар бәріңіз. Міне қазақта керемет жақсы сөз бар. Анау бұл өмірде сізбен біз артта қалатын із дейді. Міне Нұрлан марқұмның артында қалған ізі кереметтей жалғастырып, мінекей Нұрлан көрмеген тойды көрсетіп, ағайындарына, туысқандарына, жекжаттарына осындай кереметтей той жасап жатқан мынау орында айтып отырмыз, іздеріне көп-көп рахмет. Өсе берсін, өне берсін. Асия мынау шөбере сүйіп, қуана бер. Асия, бүгінгі мынау келіп жеткен туылған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, ең жаман күн осындай көп тарқай берейік. Қуана берейік. Біз саған қуаныштымыз. Ал Асия, мына бүгінгі 60 жасың құтты болсын. Мынау балаларыңа рахмет, саған үлкен той жасап жатсың. Сен оған лайықтысың. Сен барлық жақсылыққа лайықтысың. Қазақтың әйелі не жасау керек болса, соның бәрін жасадың. Оқыттың, шоқыттың, балалардың бәрін орнына қойдың. Енді сол балаларының ортасында күліп ойнап жүре бер. Мына сенің Нұрланның кластастары мінекей барлығымыз қуаныштымыз. Сен кішкентай қуанышың біз үшін үлкен қуаныш. Тек қана сенің босағанға жақсылыққа, қуанышқа, осы балалардың тек қана жетістіктеріне қуанып жүре берейік, келе берейік соған. Ал құрметті қонақтар, бүгін Асия ханымның 60 жас тойы құтты болсын. Асия. Ал айналайын Асия. Орны жоқтың оңғалар дейді. Нұрлан марқұм екеуміз сакурсник бірге оққан едік. Курстасың ғой, короче. Не дейміз? О кісі енді ойдық болып кетті. Қалған жасын балалар өсіп жатыр. Солар жалғастырып жатыр. Айналайын балам. Қыздар, рахмет сіздерге. Асия сөйлеп біткенбіз. Алып кетіндеші айналайын. Уже бітті біз. Сөзіміз өтпейді бұған.
Айнан Асия, жасыңа жас қоса бер. Рахмет. Сый-сияпат. Асия мына 64-тердің атынан ішінде не екен бар десің ғой? Бәрі не? Каспий голд. Керемет. Енді аға, сәл ортаға шығыңыз кішкене. Құрметті ағайын, ағам жаңа естен кетпес естеліктерді еске түсіріп, жүректен шыққан сөздің маржандарын ақ тілінде біздің арнады. Нау ағамның үйінде болған екен ғой вечердің бәрі. Құдай ау қайда сол жылдар, махаббат қызық, мол жылдар. Ақырын шегініп алыстап кетті ау құрғырлар. Нау қаншама жыл өтсе де сыйластығы ешқашанда ажырамаған құрдастар, ары қарайда Алла қаласа немеренің үйлену тойларында ата апалар болып үйсіп жүре беріңіздер. Енді сөз сөйлеген 64 пен 65-тің батырлары қосылама олардың жұбайлары. Қалғаңызға өкпіренш болмасын. Естелікке суретке сөйік жақын тұрыңыздар енді аға. Ал енді құрметті папа мамалар, сіздерге енді бейқарыз болып тойбастар тарту өтейік, айыпқа бермаңыздар. Жаңа қай жерде отырдыңыздар, сол жерге болып жайғаса беріңіздер. Тойбастар қыздар жігіттер дайындаңыздар. Ойбай жай қойыңыз, билік керек. Жай. Рахмет. Асияпке. Ортаға келіңіз. Құрметті ағайын, ас егесімен дәмді, той есімен қызық дейді. Рұқсат болса мінекей, 18-ге толып атқан қыздарыңыздың өздеріңізге айтар лебіз тілегі бар екен. Асияпке құда-құдағи нағашыларыңыз, кластас, ұжым, бауырларыңыз сіз үшін келді. Нақсын егесі кім аласаңыздар. Сіз үшін алтын уақытын бөліп келді. Рұқсат болса өзіңізден бір ауыз тілек кәнекей. Ал енді жәндерім, менің алтын нағашыларым, бауырларым, құдаларым, менің алтындай құдаларым, 4 қызым, 1 балам бар, Құдайға шүкір, құдаларым керемет. Өзім пейіліме келіп, құдаларымда сондай ақ көңіл, құдаларымда сондай керемет. Мен құдаларым үшін бар қоя, Жампида. Өзім қандай болсам, құдаларымда сондай, Құдайға шүкір. Бәрі, со құдалар, құдашалар, құдағилар, сіздерге өте көп алғысым шексіз. Мен өзім қанша жыл жұмыс істеген коллективім үшін Жампида. Коллективім өзі қорғайды, қошайды. Нұржамал Сатыбалдиевна мен пенсия шықсам да мені қимай жібермей жатыр. Пенсия шықсам да жұмыс істей бер дейді. Істей берейін деп отырмын, мақұл деп отырмын енді. Сатыбалдиевна. Менің коллективтерім өте керемет, өзім қандай болсам коллективтерінде сондай ақ көңіл ашық. Мен коллективім үшін қуанамын, барлық жерде де қуанышым мол коллектив үшін. Ал енді класстастарға келейік. Класстастар үшін Жампида. Менің өзім күйеуім жоқ болса да, күйеуімнің орнын толтырып отқан мына 2 стол коллективіме өте ризамын. Нұрланның жоқтығын білдіртпей, бірі жаңа күйеуімнің орнына күйеу болып отыр. Біреуі не болып отыр. Сонымен олар бар жақсылығымнан қалмайды. Мен үшін Жампида класстастарым. Ал өзімнің, нағыз өзімнің пионерде 10 жыл бірге өскен, бірге төбелескен жан досым, жан класстастарым үшін өте құрметті рахметімді айтамын. Оларға ризамын. Міне, мен кеше айтып жатырмын. Қыздарым айтады, той жасап берейін, мама дейді да, мен айтамын, жоқ, 60 жасамай ақ қойшы, ертең пенсия шыққаннан пенсиям жасайыншы дедім. Сөйтсем айтады, жоқ, жасап береміз деді. Содан кейін мақұл дедім да,
жасадым, ойламаған жерден 60 жасты. Өкпелеген адамдар көп. Өзімнің туған қайнағам Семейдегі Астанада қайынсіңлім. Біреу шақырған жоқпын ғой. Туысқандардан бірақ стол болып тұр, байқаған шығарсыздар. Өгей өзімнің құдағиларым 3 стол, класстастарым 3 стол болып отыр ғой. Мен алыстағы адамдар шақырған жоқпын әдейі. Иә. Содан жаңағы ризамын класстастарыма, коллективіме, бәріне ризамын, жәндерім, алтындарым. Мені сыйлап келгендеріңе көп рахмет. Алла нұр жасын, осынша уақытларыңы бөліп, келіп отқандарыңа. Сол үшін көп рахмет айтам, басымды иемін. Сізге де рахмет. Асепке, кет қамаңыз. Жаңа 9-шы стол деген кезде 20 жыл бойы өзіңіздің қызыңыздай болған Айгерім сыртта болып естімей қалды. Айгерім, кел маман қасына. Сіздердің 9 деген номерок столдарыңыз теріс қарап 6 болып қалыпты. Біраз адамдар да сөйтіп кетіп қалған ойдым. Келіңіздер. Айгерім, анаңызға бір ауыз тілегіңізді арнап, содан кейін тойбастарды тартып өтейік, рұқсат болса. Бұл менің өзімнің қыздарымның жан подружкасы. Бұның мамасы мен өзім жан подружкамын. Сол үшін мен бұл кісі қалып кеткенге мен не болды? Нап қалып кеттік. Саламатсыздар ма? Мам, туған күніңізбен сізге Аллах тағала денсаулық берсін. Не деп, осы 60 жасыңыз, Аллах азы тағы да бір 100-ге жасаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын, қыздарыңыз, күйеу балаларыңыз, менің жежаттарым ғой, молодцы. Аллаға шүкір. Не дейм, тойға жалғасын, рахмет бәршаңызға, келгендеріңізге. Мамамыз бақытты болсын. Амин. Рахмет. Енді мамаңызды алыңызды. Ане қарай отыра беріңіздер, жайғаса беріңіздер. Ал құрметті ағайын, енді аяулы анамыздың жүрек жарды лебізі баршаларыңызға рахметін айтып жатыр. Тұлпарларыңыз тынысты, шаңырақтарыңыз ырысты. 64-65 осындай той баршаларыңызға жұғысты болсын деген ниетпен тойдан тобықтай сыйлық, тойбастар қабыл алыңыздар. Асығып тұрған кісілер бір 5-10 минут уақыттарыңыз біле тұрыңыздар. Тойдан тобықтай, тойбастар. Рахмет. Беріп қойыпты. Ал бүгін ақ тілектер арналды, тілектер тіленді. Қуанышта шаттықта молғайық. Асия анамыздың үйінде жылда осындай қуаныш тойда жолығайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен бірге болған ойындар ғылымның докторы Жақпаев Рауан және де тамада ұлдарыңыз Ғалымжан. Құрметті қонақтар, бүгінгі күнде сіздер үшін қызмет еткен официант, музыкант, асабаларға бір қошемет бар ма? Бүгінгі тойды атқару барысында мереке иелерінен екеумізден қандай да бір қателік кетсе кешірім сұраймыз. Болып жүрмек сіздерге жаманат. Ары қарай таныс бол, дастархан бір өздеріңізге аманат. Жалпы мархабат, антракт! Aziz ya Aziz